Сіздер «Экология без паники» подкастын тыңдап отырсыздар. Біздің 4-ші маусым экология қатысты тұжырымдар мен мифтерге арналған. Экология қатысты бізді жеке өзімізді алаңдататын да, сіздерден келіп түсетінде сұрақтар бар. Біз фактілерді тексереміз, сарапшылармен сұхбаттасамыз және нақты жауаптарды табамыз. Сондықтан тексеңіз келетін тұжырымдарды комментарийге жаза беріңіздер. Бәріне сәлем. Сендермен бірге Пакизат және Михаил. Және сіз «Экология без паники» подкасты тыңдап отырсыздар. Бүгін бізде қызықты эпизод болады. 11-ші эпизод және біздің тақырыбымыз биопакеттер жайлы болады. Миша, қалай ойлайсың, қызықты болатын шығар, иә, тыңдаушыларға? Өте қызықты және өте маңызды. Негізінде сіздер білесіздер, иә, біз бірінші орыс тілде жазамыз эпизодтарымызды. Содан кейін біз Михаил екеуміз оны қазақшаға аударып, сіздер бір эпизод қылып шығарамыз. Негізінде осы тақырып бойынша бізде 2 эпизод шықты. Бірінші эпизодты біз қонақты шақырдық. Биопакизет компаниясы негізгі қалаушысы Батырхан Жұмановпен болды. Және екінші эпизодты біз тек Михаил екеуміз ғана жасадық. Ол жақта біз ғылыми зерттеу және статистика жайлы болады. Бір сөзбен айтқанда, ол факт-чек, иә, Миша, солай айтса болады ғой? Әрине болады. Что какой факт-чек? Иә, ол жағында Михаил өте үлкен жұмыс атқарды. Және осы екінші бөлімнің Михаил өзі айтады қазақ тілде. Мен сіздерге қазіргі мақсатым осы Батырханмен болған эпизодты қазақ тілде қысқаша жеткізу. Басында айтайын, кішкене мүмкін ұзақ болатын шығар, өйткені орыс тілде біз Батырханға өте көп сұрақтар қойдық, және сол сұрақтардың андай point дейміз ғой, кішігірім осындай тақырыптармен қазақ тілде айтып кетем. Жарайды, бастайық, иә, Михаил, уақыт кетіп жатыр. Құрметті тыңдаушылар, сіздерге қызықты болсын. Және бастамас бұрын сіздерге естеріңізге салып кетейік, бізде осы 4-ші сезонымыз жалғасып жатыр, 4-ші маусым, және осы маусымның аясында біз бір тұрақты тұжырымдар, факт-чек жасау керетін осы экология жайлы әртүрлі тақырыптарды қарастырамыз. Сондықтан егер ойларыңыз болса, біздің подкастте басқа бір тыңдайтын маман, экспертті елестетіп жүрсеңіз, онда бізге хабарласып, Инстаграм парақшасы, ТикТокта немесе Телеграмда жазсаңыздар болады. Ал енді мен бастайын. Батырхан бізде көп мәліметтер берді, және Батырханға үлкен алғысымызды айтамыз. Біздің білуімше, осы Қазақстанда биопакет шығаратын компания осы бірнеше, иә, Михаил, 2 компания ғой, басқа жоқ менің білуімше. Мен біреу ғана білемін, Биопакизет. Биопакизет. Мен түсінгені бойынша тағы да басқа білмеймін. Естіген жоқпын вообще. Менің білуімше, сол Ұлы Дала деген компания болу керек. Мүмкін, егер тыңдаушылар сіздер білетін болсаңыздар, айтыңыздар, бізге де өте қызық, бірақ бізбен бірге осы байланысқа шыққан, біздің сұрағымызға жауап берген және шақыруымызға келген осы Батырхан Жұманов болды. Сол кісіге үлкен алғысымызды білдіреміз. Және ол өзінің бизнесі туралы және Қазақстанда экологиялық таза қаптаманы болашағы қалай көретін туралы көп қызықты ақпарат айтып берді. Енді бастайтын кішігірім тақырып ол биопакеттермен тәжірибеміз. Біз орыс тілді эпизод аясында Михаил екеуміз бөлістік. Негізі біз қолданамыз ба осы биопакеттерді, әлде қолданбаймыз ба? Және мен бастадым, шынымды айтсам, мен ешқашан биопакеттерді арнайы сатып алған емеспін. Және спойлер, әлде сатып алғым келмейді. Ол үшін не үшін екенін аяғына дейін тыңдаңыздар. Тіпті интернетте олардың иісі туралы мақала көп оқыдым, сондай ыдырау туралы, құрамы қандай, және мен тәжірибемді осы биопакетті микроволновканың ішіне салып ертіп те көргем, сондай бір тәжірибем бар. Миша, сенде қандай тәжірибе болды? Осы биопакеттермен қолданып көрдің бе? Иә, қолданым. Мен де сатып алған жоқпын, сыйға алдым. Бір ярмаркада, жәрменке. Иә, дұрыс. Сол Оксанаға пакеттер, биопакеттер ұнаған жоқ. Бірақ маған иісі ұнады. Шын айтам, маған да иісі ұнады, бір андай попкорн иісі ма, бір тәтті, бір нәрсенің иісі шығатын, сол маған шынымен ұнады. Маған лепешка секілді. Нан сияқты ба? Лепешка, именно лепешка. О, қызық. Жарайды. Енді жалғастырайық. Кішігірім ақпарат.
KZ компаниясы жайлы. Батырхан бұл компанияны 2016 жылы қалаған екен. Содан бері олар Қазақстанда экологиялық таза қаптаманы өндіріп, енгізіп келеді. Олардың басты мақсаты еліміздегі қаптаманы қауіпсіз және экологиялық таза ету. Батырхан айтқандай, олар әлі қалаған айналымға жете қойған жоқ, бірақ өндіріс үздіксіз жүріп жатыр. Қызығы, олардың өнімдеріне сұраныстар тіпті шетелден, мысалы көрші республикалардан және Европадан да келеді екен. Біз түсінгеніміз бойынша бұл компания Ақмола облысында орналасқан, Астана қаласына қарай жақын. Егер тыңдаушылар сол жақтан болса, мүмкін сол аймақтағы маркеттер, дүкендерден көретін шығарсыз. Енді кішігірім өндіріс статистикасы және нарықтағы үлесі жайлы бұл компания. Статистика туралы сұраққа Батырхан жылына шамамен 200-300 мың биопакет өндіретін айтты. Бұл өкінішке орай өте аз көлем екен, бірақ бірнеше тұтынушының немесе шағын дүкеннің қажеттіліктерін ғана өтейді. Қоқыс мәселесіне айтарлықтай әсер ету үшін оның пікірінше биоқаптама нарықтан кем дегенде 10%-ын алу керек екен. Қазіргі уақытта олардың үлесі 5%-дан аз екен. Енді сұраныс жайлы көрейік. Бағана біз басында айттық қой, Михаил екеуміз, біз мысалы экологист болсақ та, ол био осындай пакеттерді арнайы алған жоқпыз. Және осы туралы бізде де сұрақ болды, сұраныс жайлы. Қазақстанда биопакеттерге сұраныс артып жатыр ма деген сұрағымызға Батырхан өкінішке орай онша емес деп жауап берді. Ол компаниялары пайда болғанда мұндай өнімді іздегендер және оларды тауып жұмыс істей бастағанын атап өтті. Бірақ одан ары өсу үшін белсенді маркетинг пен ресурстар қажет екен. Әлемдік үрдістерге келетін болсақ, Батырханның айтуынша Еуропада және басқа елдерде халықтың экологиялық жауапкершілігін арқасында биопакеттерге сұраныс артып келеді. Алайда пластикті қолдануды азайтудың ең тиімді жолы заңнамалық тыйым салу. Ол Грузия мен Өзбекстан мысалы келтірді. Онда белгілі бір тығыздықтан төмен пластикке тыйым салынған. Ең әйгілі мысал ол тағыда бізде жақын Қырғызстан елінде, Ысықкөл жақта мысалы бір рет қолданылатын кәдімгідей пластик заттарды қолдануға тыйым салынған. Ол сондай-ақ ірі желілерге биодырайтын пакеттерді енгізу бойынша олардың жұмысы супермаркеттерге ақылы және экологиялық таза деп аталатын пакеттерді пайда болуына әсер еткенін айтты. Бірақ бұл олардың өнімі емес екен. Біз түсінгенімізде шетел елдерде жақсы қолданады, Қазақстанда бұның сұранысы шынымен де аз. Және биопакеттердің қиындықтары мен кемшіліктерін қысқаша айтып кетейін. Батырхан биопакеттердің басты кемшілігін атады. Ол пластиктен ауыр жүкті көтермейді. Пластиктен деген кезде пластик пакет жайлы айтып жатырмыз. Солармен салыстырған кезде олар көтеретін салмағы шынымен де аз. Сол ауырлықты көтеру үшін биопакеттің тығыздығын арттыру керек. Ал бұл бағана айтқандай қымбаттауға келеді. Биопакеттер пластик пакеттерден 5 немесе 6 есе қымбат. Бұл да шынымен де кемшілік, көп суыны ала бермейді деп ойлаймыз сол бағадан. Сондықтан айына миллиондаған пакет сатып алатын ірі сауда желілері үнемдеу жөн көреді деп сөйтіп айтып кетті Батырхан. Сондай-ақ биопакеттер тығыздығы бірдей пластикке қарағанда 15-20%-ға аз жүк көтереді. Егер мысалы стандартты пластик майка пакет, маечка деп айтамыз ғой, 10-15 килограммға дейін көтерсе, биопакет сол тығыздықта 8, максимум 10 килограммға дейін ғана көтереді. Сондай мәліметтер болды. Енді келесі кішігірім тақырыпты айтатын, ол қызмет ету мерзімі және сын. Бұл сұрақты мен қойдым, шынымен де маған қызықты болды. Өйткені біз дәрістерде сабақ берген кезде мынандай эко-викторинада сұрақ қоятын. Пластик пакетпен, крафт пакетпен салыстырған кезде қай түрі экологиялық таза деген кезде ең дұрыс жауап ол пластик пакет. Өйткені оның толық циклын қараймыз және соған қоса пластик пакетті 5, 6, 7 рет қолдансаң болады. Ал бұл жерде қызық болды. Сонда биопакеттерді қанша рет қолдануға болады деген кезде Батырхан былай жауап берді. Ол бір реттік қаптама және үйде мысалы жататын болса, олар 1-2 жыл жатуы мүмкін, бірақ содан кейін жыртыла бастайды. Идеалды түрде, идеалды жағдайда оларды қолданып болған соң биоқоқысты жинап компосттауға жібереді. Былайша айтқан кезде тыңайтқыш жасайтын жерлерге тастау керек. Сондықтан бұл жақта жасайтын қорытынды, ондай пакеттер
көп қолдануға болмайды сол пластик пакеттермен салыстырған кезде. Тағы да не туралы айтайын, біз онан сұрадық биопакеттерді қалай ажырату керек және гринвошинг туралы. Білсеңіздер, осы биопакеттер деп сататын компаниялардың көбісі осы гринвошинг деп біз атаймыз, өйткені олар бірнеше түрге бөлінеді және осындай пакеттерден қалай нағыз биологиялық, қалай айтсам болады, таза осы биопакетті ажыратуға болады деген сұраққа бізге Батырхан былай жауап берді. Бұл шынымен де өте маңызды сұрақ деп айтты, және оның түсіндіргені бойынша ең бірінші ол оксибио ыдырайтын пакеттер. Бұл пакеттерге арнайы қоспа қосылған, қарапайым пластиктен жасалған. Ол пакеттің толық ыдырамай тек бөлшектерге бөлінуіне мүмкіндік береді. Микропластик деп атаймыз ғой, сол бір түріне жатады. Тексеру үшін сертификат сұрау керек, және онда пакеттің пластиктен жасалғаны көрсетіледі сол сертификатта. Екінші қадам, нағыз биоодырайтын пакеттер, ол гидробиоодырайтын деп те атайды екен. Бұл пакеттердің негізінен жүгері крахмалынан немесе басқа органикалық ингредиенттен жасалған. Олар компостқа айналады, сол тыңайтқышқа ғой. Яғни ыдырап, сол тыңайтқышқа ішіне цикліне кіреді. Былайша айтқан кезде компост болады. Егер пакетте biodegradable plus compostable деген жазу болса, бұл нағыз биоодырайтын пакет екен. Бұл да негізі маңызды ақпарат. Шынымен де осындай пакеттерді ажырата алатын осындай жазу іздесеңіз болады. Өйткені түсінікті ғой, сіз экосертификатты тез сұрасап жауабын ала алмайсыз ғой. Және тағы да қандай ерекше белгілері бар? Нағыз биоодырайтын пакеттер жібектей, жұмсақ және белгілі бір иісі болады. Біреулер оның иісін жүгеріге ұқсатады, мен сияқты попкорн, Миша сияқты лепешкаға немесе тіпті бауырсақ иісіне дейін де осындай отзывтар алыпты Батырхан мырза. Және маңызды ақпарат, құрамы және шикізат қандай осы компания шығаратын биопакеттерде. Батырханның айтуы бойынша бұл модификацияланған жүгері крахмалынан тұрады. Шикізат Еуропадан сатып алынады. Ол арзан емес деді Батырхан мырза. Және Қытайдан шикізатты сынап көрген, сонымен қатар, бірақ оның сапасы мен экологиялық тазалығына көңілі толмағандықтан сол Еуропадан тапсырыс алып Қазақстанға жеткізіп сол пакеттерді шығарады. Еуропалық шикізат сертификатталған және барлық стандарттарға сәйкес келеді. Ал енді тағы да айтатын ақпарат, кішігірім айтып кетейін, бұның тақырыпты Михаил ары қарай жалғастырады. Сол пакеттердің экологиялық тазалық мөлшемі, оның көміртегі және су өзі қандай. Батырхан осы біз қойған сұраққа пакеттің ыдырауы ғана емес, оның бүкіл өмір циклі тұрғысынан экологиялық тазалығы туралы маңызды сұрақ болды, және біз мұны қағаз пакеттермен салыстырдық. Оларды өндіру үшін үлкен көлемде су, электр энергиясы және зиянды химиялық заттар қажет. Бұл олардың экологиялық тиімділігін күмәнді етеді. Алдын ала мәліметтер бойынша қағаз пакет өндіруге кететін осы CO2 шығарындысы 5-7 грамм деп осы эпизодта біз айттық, ал биоодырайтын пакет өндіруге 2,5-4 грамм болды. Және яғни бұл биопакеттер кем дегенде 2 есе аз көміртегі ізін қалдырады. Бірақ бұл жақта біз кішігірім жақсы факт-чек жасадық. Михаил оны нақты таблицамен, сілтемемен айтып береді. Мен бұл жақта ары қарай айтпай қояйын. Тағы да не айтайын өте маңызды жайлы. Сондай-ақ біз крахмал өндіру үшін жүгеріні пайдалану тақырыбын қозғадық. Өйткені бағана айттық қой, сол шикізатты Еуропадан алып келеді деп. Және Батырхан жүгеріні бұл мақсат үшін арнайы өсірілмейтінін растады. Біз үшін өте маңызды сұрақ болды. Бұл сонда қалай сол крахмал, жүгері крахмалы қалдықтан жасайды ма? Сол өсірілген немесе арнайы өсіреді ме сол жүгеріні деген осы сұрақтың жауабын алды. Пайдаланылмайтын қажетсіз сұрыптар немесе тіпті қалдықтар, сондай-ақ дәнді дақылдардың қабығы, яғни іс жүзінде тамаққа жарамсыз қалдықтар қолданады деп бізге Батырхан мырза жауап берді. Және кішкене қалды, достар, аяғына дейін тыңдаңыздар, тағы да ақпарат бар бірнеше. Ыдырау мерзімі және қалада кәдеге жарату. Мысалы, біз Михаил екеуміз бұл сұрақты өте маңызды қылып қойдық, өйткені көбіміз біз пәтерде тұрамыз, Бізде мысалы қалада онда инфрақұрылым жоқ, осы тыңайтқыш жасайтын арнайы установкаларымыз жоқ, компост жасайтын шұңқырларымыз жоқ,
сондықтан бізге өте маңызды болды. Және Батырханның айтуы бойынша ол өзі компания ретінде сол ыдыраудың химиялық құрамын зерттемеген, бірақ биопакеттердің гумусқа мүлдем зиянсыз тыңайтқышқа айналады деп біледі және сол ақпарат таратып жүр. Компост шұңқырында оңтайлы ылғалдыққа 70%-дан бастап және жоғары температурада биопакет 2 апта ішінде ыдырайды дейді. Және біз түсінгеніміз бойынша өздері кішігірім сондай эксперимент жасап көрді, бірақ мысалы арнайы неге зертханаға барып ондай зерттеу жасамапты. Мысалы қала тұрғыны компост шұңқыры болмаса биопакеттерді қалай кәдеге жарату керек деген сұраққа Батырхан барлық биоқоқысты олардың пакеттеріне жинауды ұсынды. Содан кейін оны не жалпы қоқысқа тастауға, дұрыс кәдеге жаратылмады деп үміттеніп, немесе үй жағдайындағы электрокомпостерлерді қолдануға болады деген осындай ұсыныс жасады. Менің ойымша барлық ақпаратты бердім. Миша, ешнәрсе ұмытқан жоқпын ғой. Тек қана осы компанияның әлеуметтік жауапкершілігі жайлы соңғысы қалды ақпарат. Қалай ойлайсың? Біздің тыңдаушылар іші пысқан жоқ па? Надеюсь, нет. Мен де соған үміттенемін. Жарайды, бізде бұны тыңдаушылар біліп жүрсін, өйткені шынымен де біздің рахметіміз болсын осы компанияға. Біз Батырханның осы негізі өзі компанияның өзінің әлеуметтік жауапкершілігін қалай арттырып отыр деген сұраққа жауап алдық. Олар ірі тапсырыстармен штат ұлғайған кезде мүмкіндігі шектеулі жандарды жұмысқа алуға тырысады екен. Бұл штаттың 100% емес, бірақ жүктеме байланысты 2 адамнан 10 адамға дейін уақыт қиын атқарлықтай бөлігі болып табылады. Сондықтан бұл да біздің ойымызша жақсы қадам, және осындай көп компаниялар осыны ұстанса, бұл да шынымен әлеуметтік жауапкершілігін көтереді. Сол Батырханға рахметімді айттым. Миша, енді саған микрофон. Және біз осы компанияға сілтемелерді осы эпизодтың мәліметінде қалдырамыз. Оксананың неге пакеттерді ұнатпағаны есіме түсті. Біз бұл пакеттерді мұздатуға пайдаланғанбыз, және морозильниктің иесі пакеттің ішіне сынып кеткен. Саған. Мен мысалы ондай көрмеппін. Мен микроволновкаға салдым, бірақ тоңазытқышқа салмаппын. Тағы бір минус. Ал енді мен бастаймын. Ой, қазір сандар көп болады, дайындалыңдар. Шынымен де мұқият тыңдаңдар, өте қызықты ақпарат. Сонымен мен көптеген ғылыми мақалаларды қарап шықтым. Сендерге ең қызықты үшеуін таңдадым. Бірінші зерттеуде LDPE пленкасы мен биопластик пленкасын салыстырған. LDPE-ның көмірқышқыл газының ызы 3 кг. Басқаша айтқанда, 1 кг пластик өндірілгенде 3 кг CO2 ауаға шығарылады. Ал PLA биопластик пленкасының көмірқышқыл газының ызы 2 кг 300 г. Компостталатын пластиктен жасалған пленкада 2 кг 2 кг 800 г. Сонда бұл жерде биопластиктер женеді. Содан кейін қоқыс пакеттерін салыстырған. 1 кг LDPE пакетті жасау үшін ауаға 4 кг 130 г CO2 шығарылады. Ал HDPE пакетті жасау үшін 3 кг 200 г. Сонда байқаймыз, HDPE пакеттері экологиялық жағынан тиімдірек екен. CO2 шығарындылары шамамен 1 кг-ға аз. Ал биопластик дорбасының көмірқышқыл газының ызы 3 кг 500 г. LDPE-ден аз, бірақ HDPE-ден 300 г-ға көп. Есепте тағы былай делінген. Бұл жағдайда көмірқышқыл газының ызы 0-ге тең деп есептеуге болады. Себебі өсімдіктер өсіп жатқанда CO2 сіңіріледі. Осылайша баланс сақталады. Бірақ тағы бір маңызды нәрсені ескеру керек. Есепте айтылғандай, биоқаптардың су ызы пластик қаптарға қарағанда 20 есе жоғары. Өсімдіктерді суаруға көп су кетеді. Сондай-ақ жермен қалай жұмыс істейтінін ескеру маңызды. Егер жаңа жерлер жыртылса, ормандар кесілсе, плантациялар үшін онда бұл көмірқышқыл газының ызы артады. Екінші зерттеуде өмірлік цикл толығырақ қарастырылған. Шикізатты өндіру, полимерлерді өндіру, қаптарға арналған пленканы үрлеу,
қаптарды пайдалану, қоқысты кәдеге жарату, қайта өңдеу, қоқысты полигонға көму, қоқыстың қоршаған ортаға түсіп кетуі. Бұл есепте биопластиктердің көміртек ізі жоғары екені айтылған. Олар қап полигонға түскен кезде бөлінетін метан шығарындыларын есептеген. Себебі анаэробты ыдырау жүреді. Ал метан көмір қышқыл газына қарағанда әлде қайда күшті парникті газ. Сонымен қатар N2O шығарындылары да бар. Себебі өсімдіктерді өсіру кезінде тыңайтқыштар қолданылады. Мысал ретінде таблицадан алынған деректер. HDP өндіргенде 6 кг CO2 бөлінеді, ал PLA үшін тіпті 17 кг. Ал қағаз пакет үшін 30 кг. Қағаз пакет ең экологиялық емес нұсқа. Есепте биопластиктің тағы бір зияны қарастырылған. Су айдындарының эвтрофикациясы. Өсімдіктерді өсіру үшін азот пен фосфор тыңайтқыштары қолданылады. Бұл тыңайтқыштарды жаңбыр жауғанда су айдындарына шайып әкетуі мүмкін. Судың гүлденуі басталады. Нәтижесінде оттегі деңгейі төмендейді. Бұл судағы барлық тіршілік иелеріне зиян келтіреді. Қалдықтардың әсері бойынша биоқаптар женеді. Пластик қаптар ұзақ уақыт ыдырамайды. Оларды жануарлар жеп, өліп қалуы мүмкін. Суда ұзақ уақыт бойы жүзіп жүреді. Биоқаптар тез ыдырайды және тез су түбіне шөгіп кетеді. Үшінші есеп. Жай ғана сандарды келтіремін. Онда биопластиктердің су ізі 1,5 текше метрден 9,5 текше метрге дейін 1 килограммға шыққан деп жазылған. Егер биопластиктер барлық пластикті алмастырса, онда жылдық су ізі 307 миллиардтан 1652 миллиард текше метрге дейін болар еді. Бұл дегеніміз жаһандық су тұтынудың 3%-нан 18%-на дейін. Яғни біз қазір қолданатын судың 18%-на дейін алып қояр еді. Жердің іздері 0,7 ондық бөлігінен 13,75 бөлігіне дейін шаршы метр 1 килограммға. Егер бәрін биопластикке ауыстырса, жердің ізі жылына 30 миллионнан 219 миллион гектарға дейін болуы мүмкін. Бұл барлық қолжетімді етістік жердің 8%-нан 61%-на дейін. Мұнай химиялық пластиктерге салыстырғанда биопластик эвтрофикация потенциалын 400%-ға дейін арттыра алады. Ал CO2 іздері туралы бұл есепте жүгері негізіндегі биопластиктер парник газдарының шығарындыларын 25%-ға дейін азайта алатыны жазылған. Міне осындай жағдай. Менің қорытындым қандай? Биопакеттер пластиктен жақсы деп айта алмаймыз. Біз нені анықтадық? Су әлдеқайда көп жұмсалады. Углерод ізінің көлемі, егіншілік қаншалықты экологиялық таза екеніне байланысты. Биопакет қалай өңделетіні де маңызды. Қосымша әсер де бар. Мысалы, эвтрофикация сияқты. Биопакеттер қымбатырақ, берік емес және аз қызмет етеді. Олардың жалғыз артықшылығы тезірек ыдырайды. Бұған ешкім таласа алмайды. Пластик пакеттерді биопакеттерге ауыстыру керек пе, жоқ па? Бұл сіздің шешіміңіз. Мен өзім көп рет қолдануға болатын сөмкелер мен фруктовкаларды таңдаймын. Және кез келген пакеттердің өміріме енбеуіне тырысамын. Керемет, Миша, рахмет саған. Шынымен де сапалы факт-чек болды. Тыңдаушылар өздерінің қорытындысын жасайды деп үміттенеміз. Критикалық ойыңызды қосыңыздар. Өздеріңізге қайсысы ыңғайлы, баға жағынан, сапасы жағынан, экологиялық іс жағынан өздеріңіз таңдайсыздар. Мен де бұл жерде Мишаны қолдаймын. Мен де өзім сол эко-дорба дейміз, эко-шоппер дейміз, жай шоппер. Соны қолдануға тырысам әрдайым. Бірақ егер пластик пакетте сатып алсам, барынша
барынша қолданып оны өңдеуге жіберемін. Ол осындай біздің тәжірибеміз, ал сіздер өздеріңіз ойлармен, өздеріңіздің тәжірибемен біздің ютубта комментарийде немесе басқа әлеуметтік желіде бөлісіңіздер. Бізге де өте қызықты. Ал енді осымен тамам болайық, эфирді деп айтайын. Эфир подкасттың бітірейік жазуын, иә Миша, ары қарай қосатын ешқандай ақпаратымыз жоқ қой? Иә, бар айттық. Ал енді құрметті тыңдаушылар, соңына дейін тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Сіздерге бізден табыс, сәттілік тілейміз және келесі шығарылымда кездескенше. Ал енді бізді қолдау көрсетеміз десеңіз, кез келген стриминг платформаларда репост жасаңыз, сториске салыңыздар, пікір қойыңыздар, лайк және жүрекшелер, сердечки, соны аямай қойыңыздар бізге. Ал егер қаржылай көмектесем, қолдаймын десеңіз, оны әрдайым Patreon және Boosty платформасында жасай аласыздар. Ал бізге ақша лақтырып отырған, қолдап отырған патреондарыңызға үлкен алғыс. Все, осымен біттік. Сіздермен әрдайым біздің подкасттың жүргізушілер Пакизат және Михаил. Келесі тыңдалымдарға дейін қош болыңыздар, сау болыңыздар. Сау болыңыздар.